Тәртіп сақшылары үшін 2024 жыл профилактика жылы деп бекітілді. Бұл Түркістан облысының бас полицейінің нұсқауы. Дәл қазір облыс аумағында жергілікті полиция қызметі басқармасы қызметкерлерімен үздіксіз шаралар өтіп жатыр. Полиция генерал-майоры Мұрат Қабденов 2024 жылды профилактика жылы деп атап, жасөспірімдер қылмысы, жол көлік оқиғалары, мал ұрлығы, алаяқтық, зорлық, зомбылық, нашақорлық, вандализм секілді бірқатар қылмыстардың алдын алу шараларын күшейтуді тапсырған еді. Осыған орай Арыс ауданында да бір нүктелік жедел профилактикалық шарасы ұйымдастырылды. Қала қауіпсіздігін сақтау және жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында өткен рейдтік тексеріс барысында жүк көліктері мен жеңіл автокөлік тізгіндеуші азаматтарға түсіндіру жұмыстары жүріп, жол ережесін бұзған азаматтарға айыппұлда салынды. Түркістан облысы полиция департаменті бастығының нұсқауымен 2024 жыл профилактика жылы деп жарияланды. Аталған нұсқауды орындау мақсатында жергілікті полиция қызметі басқармасы қызметкерлерімен бір нүктелік жедел профилактикалық іс-шарасы облыс аумағында ұйымдастырылуда. Аталған іс-шара Арыс ауданында ұйымдастырылуда. Арыс аудандық полиция бөлімі қызметкерлеріне тиісті нақты нұсқаулар берілді. Құрметті Арыс қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерден жолда жүргенде жол ережесін қатаң сақтап, қоғамдық орында Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауыңызды сұранамыз.